Баршаңызға сәлем, сіздермен Айнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай ең нәзік торттардың бір молочная девочка тортының рецептісімен бөлісемін. 3 жұмыртқаны ыдысымызға саламыз. Оған жұмсақ 100 грамм майымызды саламыз. Оның үстіне бір банка сгущенкамызды құямыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Екі 240 грамм ұнымызға 10 грамм разрыхлитель қосамыз. Және де жаңағы жұмыртқалы массамыздың үстіне илекпен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл торт тез әрі оңай дайындалады. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, дайындап көріңіз. Міне формаға пергаментті осылай бастырып, формасын келтіріп алдым. Менде диаметр 22. Енді қамырымызды 2-3 қасықтан салып, өстіп жұқа етіп жағып шығамыз. 180 градус пеште осылай қызарған шекті пісіріп аламыз. Менде 6 коржық шықты. Енді креміне 300 грамм творожный сыр мен 100 грамм сахарная пудраны миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне сахарная пудрамыз бен творожный сырымыз біріккеншікті араластырып алдық. Енді жарты литр сливке құямыз. Тағы да миксерімізбен араластырып аламыз жақсылап. Міне креміміз дайын болып, тортты осылай кольцода жинасаңыз болады. Холодильникқа қойып қоямыз. Одан кейін алып, міне қалған креммен жан-жағын тегістеп шықтым. Мінекей осындай әдемі дәмді торт дайын болды. Міндетті түрде холодильникқа 2-3 сағат қойып қойыңыз. Сонда кремі бәрі сіңіп, жұмсақ дәмді болып шығады. Назарларыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.